Кайрылуу күн достор. Бүгүн сиздерге осындай конверттин жасалуу жолунун видеосун көрсөтөтүн боламын. Жасалуу жолу өтө оңай, кез келген мерекеге арнап жасауга болот. Ал шаблонун сиздер менин Telegram каналымдан таба аласыздар. Telegram каналга тиркелүү акылы. Ал каналдын обзорун төмөндөгү описанияга калтырып кететин боламын. Дайын шаблонга телефон программасы аркылуу жазуумузду жазып, принтерден чыгарып аламыз. Міне осындай A4 форматта шығады. Қазір біз оны қайшымен жан-жағындағы контурлық сызықтары бойынша қиып шығамыз. Келесі маңызды қадам ол беговка жасау. Беговканы мен сызғыштың және тоқыма бізінің көмегімен жасаймын. Ал сізде тоқыма бізі қолыңызда жоқ болатын болса, онда сиясы таусылған қаламмен жасауыңызға да болады. Барлық видеоларымда айтып жүргендей, беговканы тек қана ішкі суреті жоқ бетіне жасаймыз. Ал сыртқы суреті бар бетіне жасасаңыздар, сіздердің суреттеріңіз бөлініп, қағазыңыз жыртылып қалуы мүмкін. Беговкамызды жасап біттік. Енді біздің конвертіміздің сыртын қарасақ, осындай 5-6 сантиметрлік көлемде сызық белгіленген. Яғни ол біздің конвертіміз жабылып тұру үшін қажет. Оны біз пышақтың көмегімен қазір кесіп шығамыз. Енді двухсторонний скотчтың көмегімен біз конвертіміздің екі жақ жанын жабыстыратын боламыз. Конвертіміз дайын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.